Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз етістік. Заттың қимылын сипаттайтын сөз табын етістік деп атаймыз. Етістіктің сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, ойнады, ән айтты, жүгірді, биледі. Етістік тұлғасына қарай негізгі етістік, туынды етістік болып екіге бөлінеді. Негізгі етістік дегеніміз жеке тұрып сұраққа жауап бере алатын және өз алдына сөйлем мүшесі бола алатын толық мағыналы етістіктер. Сөздің түбірі етістік болады. Мысалы, кел, кет, жүр, бер. Ал туынды етістік дегеніміз түбір етістіктен және басқа сөз табынан сөз тудырушы жинақтар арқылы жасалған дара етістіктерді айтамыз. Мысалы, ойла, есепте. Етістік және де құрамына қарай дара етістік, күрделі етістік болып екіге бөлінеді. Дара етістік бір ғана түбірден тұрады. Мысалы, оқы, баста, кес, тасы, тара. Ал күрделі етістік кемінде екі сөздің тіркесуі арқылы жасалады. Бірінші сыңары негізгі етістік, ал кейінгі тұрғандары көмекші етістік болып саналады. Мысалы, бара жатыр еді, алып кел, шөлдеп кеттім. Тағы сол сияқты сөздер күрделі етістікке жатады. Етістік іс-әрекеттің жүзеге асу-аспауына қарай екіге бөлінеді. Болымды етістік, болымсыз етістік. Болымды етістік дегеніміз іс-әрекеттің жүзеге асуын білдіреді. Мысалы, келді, санады, жазды. Тағы басқа осы сияқты сөздер болымды етістікке жатады. Ал болымсыз етістік іс-әрекеттің жүзеге аспауын білдіреді. Негізгі және туынды етістікке маме, папе, бабе жұрнақтар жалғану арқылы немесе жоқ, емес сөздерінің тіркесуі арқылы жасалады. Мысалы, келме, санамады, жаздырма, өшірмеген. Тағы сол сияқты сөздер болымсыз етістікке жатады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар оқушылар. Менің каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.